Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте әдемі және де дәмі де ерекше кез келген дастархандарыңыздың көркін ашатын хризантема салатын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі піскен филе еті, консервадағы шампиньон, майонез, жүгері, жұмыртқа және де осындай чипсы керек. Ең алдымен филе етімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан соң шампиньондарымызды тураймыз, барлығын осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Одан соң жұмыртқамызды сарысынан бөліп аламыз. Жұмыртқамыздың ағын терканың ірі тістерінен өткізіп шығамыз. Ал сары бөлігін теркамыздың ең ұсақ жерінен өткіземіз. Барлығын жинап болған соң ыдысымызға әдемілеп жинаймыз. Ең алдымен туралған тауық еті әдемі формаға келтіреміз. Оның үстінен майонезімізді жағып тегістеміз. Одан соң шампиньондарымызды салып шығамыз. Үстінен майонезімізді жағып тегістеп шығамыз. Содан кейін жүгерімізді салып шығамыз. Әдемілі формаға келтіреміз. Оның үстіне майонезімізді жағамыз. Және де теркадан өтілген жұмыртқаның ағын салып шығамыз. Майонезімізді жағып, әдемілі формаға келтіреміз. Ең соңында жұмыртқаның сары бөлігін үстінен сеуіп шығамыз. Барынша бір тегіс қылып сеуге тырысыңыздар. Мінекей дайын болды. Енді чипсыдың көмегімен әсемдеп шығамыз. Міне осылай бір-біріне қарама-қарсы салып шығу керек. Барынша әдемі қылуға тырысыңыздар. Өйткені осы әсемдеу арқылы біздің әдемі хризантема гүліміздің формасына келтіреміз. Міне біздің өте әдемі салатымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде осы салатты дайындап көріңіздер. Кез келген дастархандарыңыздың көркін ашары сөзсіз. Видеоны тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.